Табелді шығару үшін күнделікке кіреміз, есептер, үлгерімі, оқушылар, барлық сыныпқа бірден жазып шықсаңыздар болады. Яғни мынаның барлығын толтырамыз. Бұл жерде жаһандық құзыреттілік таңдау бойынша пән, тәртібі үлгілі 5-ке оқыса, жақсы 4-ке оқыса, қанағаттанарлық, яғни қанағат нүкте деп қоямыз. 3-ке оқитын болса, педагогикалық кеңестің шешімі 31.05.2023. Егер жақсы оқитын оқушы болса, мақтау қағазымен көшіріледі. Бұл егерде олар барлығын бірге істесеңіз, ал егерде сіздер жеке-жеке оқушыға істейтін болсаңыздар, негізі жекені ұсынар едім. Басып шығару, табелдің нөмірін жазасыздар. Таңдау бойынша пәндер, жаһандық құзыреттілік, тәртібі жақсы оқитын оқушы болса, үлгілі. Педагогикалық кеңестің шешімі номер 8 31.05.2023 мақтау қағазымен 6-шы сыныпқа көшірілді. Басып шығару, сақтау, Дәулет Дәми. Онлайн конверттерді ашамыз. Конвертер из PDF. Выбрать PDF. Соңғыны таңдаймыз. Конвертация жасаймыз. Сақтаймыз. Табелдің нөмірі жазылуы тиіс. Енді сіздерге мына шетел тілі дегеннің қасына міндетті түрде ағылшын деп қою керек. Шетел тілі қасына ағылшын деп қоясыздар. Міне жазылды. Арасын өзгертсеңіздер болады. Одан кейін орта білім беру директорының міндетін атқарушы деп өзгертеміз. Ал қалғаны дәл осы қалпы қалады. Сосын сақтайсыз. Осылайынан бір ғана оқушыны немесе жалпы сыныптың табелін толығымен жазып шығаруға болады.